сынды республикалық, халықаралық театр фестивальдерінде өнер көрсетіп, сондай белсенділік танытып жүрген театрларымыздың бірі. Бүгін енді мен бұрында фестиваль кезінде Батырбектің бірер жұмыстарын көрген болатынмын. Енді бүгінгі спектакльді көріп отырып, Батырбектің соншама көп жұмыс жасағанын, сосын кейін режиссурасының кәдімгідей үлкен деңгейге көтерілгендігінің куәсі болып отырмыз. Енді бұл жерде жаңағы осы алдағы спектакльдерде жәнегі Қарағанды театрына қатысты да көп ойлар айтып отыр ғой әріптестеріміз. Бізге жетіспей тұрғаны не бар? Негізі кез келген режиссер өзі бір шығарманы алған кезде мен үнемі айтып жүрмін, барлық айтушы театр сыншылары режиссердің өзіндік оқылымы деген болады, өзім енді бұл Мағжан Жұмабаевтың бұл шығармасын оқыған кезде әсеріңіз енді оқып болғаннан кейінгі айтып жеткізу мүмкін емес деп. Ал енді мына бүгінгі спектакльдің әсері сол шығармадан артық болмаса кем болған жоқ та. Енді өте жақсы, мықты ансамбль болды біріншіден. Бірінші сахнадан бастап бос тұрған актерді көрген жоқпын. Барлығы жұмыс жасап тұрды, барлығы бір-бірін тілсіз ұғынып тұрды, барлығы жәндегі жұмыс жасап тұрды да сахнада. Ерекше атап өткім келеді әрине бұл жерде, әрине Чолпанның рөлін. Чолпан, Сәрсенбай екеуі, Чолпан мен Сәрсенбай екеуі сахнада әдемі дуэт болды. Шолпанды енді бұрынғы жұмыстарымен есімде қалмапты, бірақ бүгінгі жұмысында мен көрмедім. Дәл бүгінгі жұмысында Шолпанның өзі сыртқы әдемілігі, актерлық тартымдылық дейміз ғой, жалпы сахнадан іздейтініміз. Сол актерлық тартымдылық, тіл тазалығы, жалпы бейнені шешімін емес, біз жәнегі Шолпанны осы күйеуінің қолына қайтыс болғанға дейінгі адамның тағдырын көз алдыға алып келді. Сондықтан да мен құттықтаймын. Қысқаша сөйлеп тұрсам да. Одан кейінгі режиссер тарапынан тағы бір мықты жасалынған. Оны мен бұрынғы Әбіш Кекілбаевтың шығармасын қойған кезде де байқаған болатынмын. Ол мынау әсіресе енді прозалық шығармаларды сахналанған кезде болады ғой, анау бір баяндамашы шығарып абайда, пенсионировкаларда ұзақ сонан екі адам қазір осы болады, мынау болады деп тұрса, қатысушы кейіпкерлердің аузына сөз салып, оқиғаны жылжытып жіберіп тұр. Сәрсенбай бір жағынан баяндамашы, баяндап тұрған адам, екінші жағынан оқиғаға араласып кетеді. Сол сияқты жаңағы түйе, ауыл өмірді, қой, қора барлығын сондай бейнелі режиссерлық шешіммен берген. Жәнегі образды деп айтамыз ғой, бейнелі шешімдермен берген. Бұл жағында спектакльде әдем ойнады да. Одан кейін жалпы бүкіл алғашқы сахнада тұрған жәнегі кигіз үйдің, отаудың, одан кейінгі арқандардың ойнатылуы, бұлардың барлығы режиссердің нақты мақсатынан туындап тұрды, және нақты жерінде қолданылған. Ал бостан-босқа былай қалып, бостан-босқа ойналмай қалған зат болған жоқ. Одан кейін бір өте сондай Батырбектің жұмысына бір эстетикалық, сахна мәдениетін мықты меңгергендігі, режиссерлық бір болады ғой, тазалық, артық ештеңе жоқ, бәрі оқып тұрды. Сондықтан да мен алдағы жұмыстардан да Батырбектен бұдан да мықты жұмыстар беретініне сенімдімін. Мен бүгінгі спектакльмен шын жүректен құттықтаймын. Шын мәнісінде бір фестивальді шоқтығы биік, көркемдік